Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін дәл осындай керемет сүзбелі бәліш жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарауыңызды өтінемін. Бізге керек болатын заттар сары май, шекер, разрыхлитель, жұмыртқа және ұн керек болады. Сары майымыз бөлме температурасында еріп тұрған болу керек. Кішкене шекерімізді салып миксерлейтін боламыз және жұмыртқамызды салып тағы миксерлейтін боламыз. Енді жақсылап шеттерін лопатаның көмегімен тазалап алып тағы миксерлейтін боламыз. Ал енді разрыхлителімізді саламыз. Ұнымызды аз-аздан салып, тағы миксерлейтін боламыз. Бізде дәл осындай қою масса болады. Ал енді қолымызбен жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Көрсетілген ұндан бөлек ұн салмағаныңыз жақсы. Өйткені қамырымыз қатып қалуы мүмкін. Бізге дәл осындай жұмсақ қамыр қажет болады. Ал енді ішіне алмасын дайындап алатын боламыз. Бізге сүзбе керек болады. Шекер, қаймақ, жұмыртқа керек болады. Мен дәл осындай блендер қолдандым. Миксермен де жасасаңыздар болады. Сүзбеміз дәл осындай жұмсақ болуы қажет. Өйткені пирогымызда түйір болып тұрмайды. Ал енді барлық заттарымызды бірінен кейін бірін салып, жақсылап блендердің көмегімен езіп майдалап алатын боламыз. Ал сіздерде дәл осындай блендер жоқ болса, миксермен де жасасаңыздар болады, немесе вилканың көмегімен езіп алсаңыздар да болады. Дәл осындай жақсылап езіп аласыздар. Біздің массамыз дайын болды. Дәл осындай масса болу қажет. Ал енді мен 24 диаметр формада жасап алдым. Ал сіздер 26 диаметр қолдансаңыздар да болады, 24 қолдансаңыздар да болады. Қамырымызды әдемілеп, жақсылап жайып алатын боламыз. Шеттеріне де шығарып, жақсылап жайып алдық. Ал енді дайын болған қамырымызды тоңазытқышқа салып 15 минут мұздатып алатын боламыз. Қамырымызды тоңазытқыштан алып, салмасын салып, жақсылап барлық жеріне тигізіп, бір тегістеп алатын боламыз. Ал енді дәм болу үшін мен осындай жем қолдандым. Ал сіздер қолдансаңыздар да болады, қолданбасаңыздар да болады. Кондитерский мешокқа салып, дәл осындай формалар беріп шықтым. Енді қызып тұрған 180 градуста 30 минут пісіріп алатын боламыз. Ал біздің сүзбелі бәлішіміз де пісіп шықты. Енді сразу формасынан алмаймыз, 1 сағаттай суытып алатын боламыз. Өйткені сүзбелі бәліш өте жұмсақ болғандықтан сынып кетуі мүмкін. Ал 1 сағаттан кейін дәл осындай формаға салып аламыз. Өте керемет, ерекше дәмдері де аузыңызда қалатын және қарапайым пирожный болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз және қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Сонда менің соңғы салған видеоларымды біріншілерден болып көретін боласыз. Достар, тағы менің каналымда басқа да рецептердің түрлері бар. Міндетті түрде кіріп көріңіздер. Ал сіздерге сәттілік.